Пайғамбарымызға махаббат болмаса, бәрі бекер. Кім пайғамбарымызды сүймесе, маған оның шапағаты керек емес, құлшылығыммен жәннатқа кіре аламын десе, бұл адам міндетті түрде шайтанға алданады. Шайтанға пайғамбарымыз бен әулиелерге махаббаты терең адамды жығу өте қиын. Сондықтан шайтан пайғамбарды тым жақсы көрме, әулиеге ерме, шірк болады. Салауат көп айтпа, мәулид бидаға дейді. Ол осы махаббатты өшіре алмай әлек болуда. Ал пайғамбарымызға махаббат болмаған жерде намаз, құлшылық, білім барлығы бекер болар. Алла бүкіл ғаламды және оның ішіндегі күллі адамзатты, жанды жансызды пайғамбарымыздың құрметі үшін жаратты. Сондықтан еш адам пайғамбарымыздың шапағатынсыз жәннатқа кіре алмайды. Қиямет күнінде Алла пайғамбарымызды аршы күрсінің үстіне отырғызып, менің адамзатқа үкімім осы жерге дейін, қалған үкімді өзің жүргіз дейді. Егер адам миллион жыл құлшылық етсе де жәннатқа кіре алмас, тек құлшылығыңа сеніп қалма, ол ештеңе емес. Неше ғасыр құлшылық етсең де бір көздің құнын төлей алмайсың. Ал Алла сізге жүрек берді, жан берді, барлығын берді, оларға баға жетпейді. Құлшылыққа пайғамбарымыздың махаббатын қос, сонда ғана құлшылығыңа құн бітеді, иманыңа қуат, жүрегіңе нұр береді. Сондықтан сопылық тарихат пайғамбарымыз бен әулиелерге деген махаббатты арттыруды үйретеді. Иман күшті, құлшылық қабыл болу үшін Алланың сүйіктілері болған пайғамбарымызды, сахабаларды, әулиелерді сүй, әхлул бәйттерді сүй. Себебі пайғамбарымыз мен артыма Құран және әхлул бәйтімді қалдырдым дейді. Міне осыларды істеушілерді әхлул сүнна уәл жамаға дейді. Мәулана Шайх Мехмет Хазірет.